Баршаңызға қайырлы күн, менің YouTube көрермендерім. Каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Бүгін мен видео барысында сіздерге осындай газ плиталардың екі қабатты айнасын қалай алып жуу керектігін көрсеткелі отырмын. Бұл менің газ плитамның есігінің айнасы. Менде оны жуа алмай, ары ізденіп, бері ізденіп, нәтижесінде оны қалай алу керектігін тауып, және сіздермен бөліскенді жөн көрдім. Әрбір әйел адам баласына керекті видео деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарауларыңызға кеңес беремін. Осылай есігін ашқаннан кейін ішкі қабатында оң және сол жағында осындай болттар тұрады. Ол болттарды отвертканың көмегімен босатып алатын боламыз. Әр алған заттарыңызды қайсысын қай жерден алғандарыңызға мұқият болыңыздар. Орнына салатын кезде оп-оңай салатын боласыздар. Міне болттарды босатып алдық. Енді осы тұрған жіңішке қара темірді жоғары қарай көтеріп алатын боламыз. Жұмыс барысында ептілік, сақтық және ұқыптылық керек. Айнамызды сындырып алмас үшін. Және қастарыңызға көмекке бір адамның болғаны абзал. Өйткені есік қатты жабылып кетсе, айнаны сындырып алуларыңыз мүмкін. Осылай айнамызды алып, жуып тазалап қоямыз. Ол айнамыз кепкенше бірінші қабатын осылай жуып тазалап кептіріп аламыз. Дайын болған айнамызды орнына орналастыратын боламыз. Өте мұқият айнамызды саламыз. Әр затты өз орнына салып, болттарын жақсылап бекітетін боламыз. Міне бұны оп-оңай алып, оп-оңай жууға болады екен. Тіпті бұны әйел адамдарда өздері жасай берсе болады. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Нәтижесінде біздің есігіміздегі айналарымыз тап-таза жылтыр болды. Каналымды жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеоларда басқа да керекті видеолар салатын боламын. Назарларыңызға рахмет.